Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Әңгімені бастамас бұрын каналға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаймыз. Алдын ала рахмет. Такси. Кішкентай сары түсті такси трасса бойымен жүйткіп келе жатты. Фонарлары жаздың шілде түнін қақ жарып, артқы орындықта еркін жайғасқан жұп отырды. Пиджагын ағытып қойған еңселі ер адам мен жас сымбатты брюнетка. Олар өзара әңгімелесіп күлісіп келеді. Рөлде отырған бойы аласа қара түсті бейсболка киген әйел. Ол үнсіз тура алдына қарап, жолаушылардың назарын өзіне аудартпауға тырысты. Менің аңқауым үйді сорпа қайнатып жүр ғой, деді ер адам мырс етіп күліп, орындықты арқалығына шалқайып. Ол ойлайды, мен іссапарда жүрмін деп. Қасындағы шамамен 25 жас шамасындағы қанық боянып, сәнді киінген жас әйел де күлді. Ол саусақтарымен оның қолын сипап, көз қысып қойды. Қойшы, сен айлакерсің, Болат. Ал егер сенің зайыбың бірдеңе сезіктенсе қайтесің? Деп қылықты кейіппен сұрады. Болат сөзін салмақтап, жымиып жауап берді. Жоқ, ол білмейді. Мен келіссөздемін, байланыс болмайды деп айттым. Телефонды өшіріп қойдым. Ол сенеді. Басқа қайда барады дейсің? Ол одан бетер кең күліп жіберді. Әлгі көңілдесі де шаттана күліп, оған одан әрі жақындай түсті. Олар бір-бірінің қасында болудан айрықша ләззат алып отырды. Бірақ олар алдыңғы орындықтағы бейсболка киген үнсіз жүргізушіге мән бермеді. Ал шын мәнінде ол қарапайым таксист әйел Болаттың айтқан аңқау жарының өзі еді. Жүргізуші Гүлжан күйеуінің мысқыл сөздерін ести тұрып, өзін әрең ұстап отырды. Жүрегі дүрсілдеп, кеудесінен шығып кетердей қағып тұрды. Тамағына сатқындай бір түйін тығылды. Ол Болатты бірден таныды. Әлгі жұп рестораннан шығып, көлікті тоқтатып мінген сәтте-ақ. Алғашы сәтте Гүлжан ойына бірден бұрылып, одан мұнда не істеп жүрсің, бұл қыз кім деп сұрау келген. Бірақ оны бір нәрсе тұсап тастағандай болды. Шок тым күшті еді. Оның орнына ол үнсіз көлікті жүргізіп, әрі қарай не боларын көруге бекінді. Осыдан бірнеше сағат бұрын ғана Гүлжан ас үйде тұрған. Қазандағы хош иісті қол кеспе сорпаны араластырып. Бүгін кешке оның күйеуі маңызды келіссөзге кетпек, ал ол болса жолға шығар алдында жылы үй тағамын жегізгісі келген. Ал дәлізде Болат асығып жүрді. Сапарға жиналып, сөмкесіне жейделер мен құралдарын салып, аздап қобалжыған күйде. Жолда сен еш ас қалмайсың, сүйіктім. Саған бутерброд тастеп беремін, деді қамқорлықпен Гүлжан, тоңазытқыштан шұжық алып жатып. Күйеуі дәмге қысқа ғана көз тастап, басын изеді. Рахмет. Араға 10 минут салып, ол есік алдына келіп, жолға шығуға дайын тұрды. Гүлжан оны құшақтап қоштасты. Жеткен соң хабарлашы, жарай ма, деді ол. Әрине, деп жауап берді Болат, әйелінің көзіне тура қараудан қашып. Келесі сәтте ол әйелінің бетіне жеңіл ғана сүйіс жасап, асыға баспалдақпен төмен түсті. Гүлжан оны артынан аздап мұңмен қарап тұрды. Әдетте ол тіпті Болат жай ғана кеңсеге кеткенде де сағынып қалатын. Ал бұл жолы ұзақ іссапар еді. Бірақ бәрібір жұмыспен айналысуға оған көңілін бөлуге көмектесер. Әйелі үстелде жинап киімін ауыстырды да өзінің екінші жұмысына жолға шықты. 3 айдан бері Гүлжан кешкісін жасырын түрде такси болып жұмыс жасап жүрген. Қаржылай тұрғыдан отбасыға оңай соққан жоқ. 1 жыл бұрын олар пәтерді жөндеу үшін үлкен несие алған еді. Ал содан соң күйеуінің жұмысында бонустарын қысқартты. Әлі есінде, сол кеште Болат еңсесі түсіп басын қолына алып отырған. Несиені қалай төлейміз деп қамыққан. Гүлжан оның иығына сүйеніп, жұмсақ қана жұбатқан. Қайғырма жаным, бір амалын табамыз, бәрін еңсереміз. Күйеуі шынында-ақ демалыс күндері екінші жұмысқа орналасқысы келген. Бірақ Гүлжан оны тоқтатты. Баяғыда өйткені оның қалай шаршап жүргенін көріп жүрді. Дәл сол кезде оның ойына бір идея келді. Неге өзі қосымша табыс табуға тырыспасқа? Негізі бухгалтерлік жұмысына тыс. Өйткені ол көлікті тамаша жүргізетін, ал кешкісін қалада такси жетіспейтін. Әрине, күйеуі мұны құптамас еді. Өйткені әйел үшін қауіпті. Сол себепті Гүлжан оны құпия ұстауда ұйғарды.
Ол күйеуіне фитнеске барамын немесе немере қарындасының балаларына көмектесемін деп айтатын. Ал шын мәнінде аптасына 2-3 рет тапсырыстар алып, жеке жүргізуші болып жұмыс істейтін. Бұл оңай болған жоқ. Күндіз кеңседе отырып, кешке түн ортасына дейін рөлде отыру. Бірақ Гүлжан отбасы үшін бәріне шыдады. Ал бұл жолы күйеуі үйде ұзақ болмайтынын білген соң, ол қосымша кезекшілік алуды жоспарлады. Тіпті іштей қуанып жүрді. Болат іссапарда жүргенде ол оған туған күніне сыйлыққа ақша жинап үлгермек. Гүлжан күйеуінің көптен армандап жүрген қымбат сағатын таңдап қойған еді. Күйеуінің қуанған сәтін көз алдына елестеткенде еріксіз жымиды. Кешкі алғашқы тапсырыс жайлы өтті. Ол әжейді дәріханадан үйіне жеткізуге көмектесті. Кейін жас жұпты кинотеатрға апарып тастады. Сағат 9-дар шамасында қосымша жаңа тапсырыс түсті. Шақыру Лазурный мейрамханасында. Гүлжан ол жерді білетін. Қала ортасындағы қымбат мейрамхана. Әлде біреу корпоративтен кешігіп қалған болар деп ойлап, бас кіреберіске қарай беттеді. Келген кезде ол мейрамханадан шығып келе жатқан жұпты көрді. Кенет көз алды қарауытып кетті. Қымбат костюм киген ер адам қасындағы әдемі брюнетканы қолтықтап, нәзік сүйемелдеп келеді. Шам жарығының астында Гүлжан оны анық таныды. Бұл өз күйеуі Болат еді. Дүние көзіне бұлдырап кетті. Гүлжан орындыққа жабысып, бейсболкасының көзқарашығын төменірек тартып қойды. Бұл мүмкін емес. Бұл бір қорқынышты түс шығар деген ой сап ете түсті басына. Бірақ жоқ, міне оның күйеуі. Бөтен әйелмен күліп сөйлесіп, айналасына да қарамайды. Жұп тоқтап тұрған таксиге, яғни оның көлігіне жанына беттеді. Бір сәтке Гүлжан сілейіп қалды. Қатты қашып кеткісі келді, бірақ кешеді. Болат артқы есікті ашып, қасындағы әйелді отырғызды. Содан кейін өзі де жанына жайғасып, есікті тарс жапты. Гүлжан өзін сабырға шақырып, тынысын бір қалыпқа келтіруге тырысты. Артқы айнадан күйеуінің бетін көрді. Қызара бөрткен, көңілді, риза кейіпте. Ол бір мекенжайды атады. Гүлжанға бұл мекенжай жақсы таныс еді. Болат жұмыс күндерінен кейін әрдайым әріптесіне барып, біраз шаруаны бітіретін. Бірақ қазір белгілі болғандай, ол әріптес те шаруалар да ойдан шығарылған екен. Әйел әрең ғана басын изеп, көлікті қозғалтты. Қолындағы дірілді жасыра алмай бара жатты. Жүрегі сонша қатты дүрсілдеп, тіпті жолаушылар да естейтіндей болды. Қалай ғана менің тағдырыма осылайша төңкеріліп кете шығады, деп ойлады ол, шаршай іліністі басып отырып. Осылайша ол өте бір оғаш жағдайға қалды. Күйеуі артқы орында көңілдесімен, ал өзі әйелі рөлде отыр. Гүлжан үнсіз көлікті айдай берді. Анда-санда айнаға көз тастап, ал жолаушылар оған мүлде мән бермеді. Оларға бір-бірімен болған әлде қайда қызығырақ еді. Бірақ олар кепканың астында кім жасырынғанын білмеді. Сол жарты сағат жолда Гүлжан талай нәрсені естіп шықты. Әрбір сөз жүрегіне пышақтай қадалып отырды. Болат көңілдесіне аңқау әйел жайлы небір ойдан шығарған әңгімелерді айтып, өзін табысты, мықты адам етіп көрсетіп отырды. Олар құшақтасып, күлісіп, кештен рахаттанып келе жатты. Ал әйелдің көзі қорлықтан жасқа толды. Бірақ ол рөлді буындағы ағартып кеткенше қысып, шыдап отырды. Көлік көрсетілген подъездің алдына тоқтағанда, Гүлжан енді не істейтінін анық білді. Ол бұдан әрі үндемей отыра алмайтын еді. Әйел моторды сөндіріп, жай ғана жұпқа бұрылды. Келіп қалдық, деді ол, сыбырлағандай үнмен де, нық сеніммен. Сосын ақыры кепканы шешіп, қоңыр шаштарын еркін жіберді. Соңғы аялдама, Болат. Күйеуі әуелі қалтасына қолын созып, әдетінше. Қанша төлейміз, деді алдыға қарамай. Бірақ сол сәтте таныс дауыс құлағына жеткенде сөзінен жаңылып қалды. Гүлжан жүзін сол көтергенде салон шамы оның бейнесін жарқ қылды. Болат әйелін көріп, бордай бозарып кетті. Гүлжан, деп сыбырлады ол. Қолындағы әмиян жерге түсіп кетті. Қасындағы көңілдесі таңданыстан аузын жауып қалды. Салонда өлі тыныштық орнады. Гүлжан күйеуіне тік қарады. Көзінде жас тұрса да,
Даусы таң қаларлықтай салқын шықты. Не болды? Мені мұнда көремін деп ойламадың ба? Сенімді болдың ғой, ә? Аңқауым үйде сорпа қайнатып жүр деп. Ол әдейі оның өз сөзін мысқылдай қайталады. Болат шапалақ жегендей селт ете қалды. Көңілдесі қасын көтеріп, одан алысырақ жылжыды. Гүлжан, бұл сен ойлағандай емес, деп күмілжіді күйеуі. Беті құбыла қызарып, даусы дірілдеді. Ол қолдан келер күлкі шығарғысы келді. Мен бәрін түсіндіремін. Ол әйеліне жақындай бергенде Гүлжан қолын сермеп тоқтатты. Тиіспе. Сен бәрін әлде қашан түсіндіріп болдың жолда. Даусы ішкі жылауын әрең тежегеннен дірілдеп кетті. Мен бәрін естідім, Болат. Қалай мені аңқау дедің, қалай алдаудың оңай екенін айттың. Жарың туралы тамаша ойың бар екен. Болат ауыр жұтынып қызарып-бозарып отырды. Ал жанындағы қыз мән жайды ұға бастады. Ол танауын көтеріп, салқын дауыспен айтты. Мен бұл жерде отырып сендердің отбасылық драмаларыңа куә болайын деп отырған жоқпын, деп еркектің бетіне қатқыл тастады. Әйел еркекке салқын түрде тастай сөйледі. Маған сенімен жақсы еді. Әйелің ештеңе сезбегенше. Көңілдесі есікті тарс жауып көліктен шықты. Саған сәттілік, деді мысқылдай терезеден қарап. Кімге айтқаны белгісіз, Болатқа ма, әлде Гүлжанға ма? Содан кейін өкшесін тықылдата кіреберіске кіріп көзден ғайып болды. Салонда күйеуі мен әйелі ғана қалды. Тыныштық орнады. Болат жан аяушылықпен әйеліне қолын созды. Гүлжан, жаным кешір, бұл жай ғана кездейсоқтық, деді ол ерні кебірсіп оларды жалап. Кездейсоқтық деп ашуға булыққан Гүлжан шыдай алмай жарылды. Сен мені алдап, жұмыс сапарының орнына көңілденіп қымбат мейрамханаға апардың. Ал мен? Даусы дірілдеп көз жасына ерік берді. Бірақ ол жиегін жинап, сөзіне нық жалғасты. Ал мен түндерімде қосымша жұмыс істеп жүрмін. Біздің отбасымызға қаржылай көмек болсын деп. Саған бәрін жалғыз арқалату ауыр болмасын деп. Түсінесің бе? Осыны айтып қалтасынан мыж-мыж болған түбіртекті шығарды. Ол қымбат сағатқа тапсырыс қағазы. Күйеуіне сыйлық қалмақ болған. Көрдің бе? Мен саған туған күніңе сыйламақ едім. Сен армандап жүрген сағат. Өйткені мен сені сүйдім, Болат. Ал сен? Ол көзін тайдырып әкетті. Бетінен жас парлап аққанын сезді. Қолының сыртымен жылдам сүртті. Күйеуі орындыққа құлап, бетін алақандарымен жауып алды. Иә, мен кінәлімін, кешір мені, деді ол сыбырлап өксіп. Бірақ сен де маған өтірік айттың ғой, фитнеске барамын деп. Сөйтсем түнде такси айдап жүрсің, бұл дұрыс па? Гүлжан ащы күлкіге басып, жылап тұрып күліп жіберді. Солай ма? Енді мен кінәлі болдым ба? Сен үшін бұл екеуі бірдей ма? Я, айтпадым, өйткені сен тыйып тастайсың деп қорықтым. Мен оны екеуміздің болашағымыз үшін істедім. Ал сен сол уақытта көңілдеңістіңді қымбат мейрамханаларда тасып жүрдің. Енді келіп мені кінәлайсың ба? Болат үнсіз қалды. Ақталудың мәні жоқ еді. Бірнеше ұзақ секунд екеуі бір-біріне үнсіз қадала қарады. Ақыры Гүлжан үнсіздікті бұзды. Дауысы бәсең шыққанымен сөзі нық естілді. Білесің бе, сенің аңқау әйелің енді саған сорпа қайнатып бермейді. Еш қайшан, еш жерде. Болат ағара түсті. Гүлжан, жаным, олай деме, деп сыбырлады. Көзіне жас жылт етті. Бірақ ол есікті айқара ашып, көліктен түсе бастады. Қайда барасың? Деп айғайлады артынан Болат. Гүлжан көлікті айналып өтіп, артқы есікті ашты. Түс көліктен, деді ол анықтап. Сен шынымен маған кет дейсің бе? Осылай, дәл осында тастап кете бересің бе? Деді Болат даусы дірілдеп. Ол қараңғы кіреберіске көз жүгіртті. Әлгінде ғана сонда жоғалып кеткен көңілдесін еске алды. Бірақ қалай? Ол әйеліне қарады, бірақ тек мұздай жанарын кездестірді. Ақыры басқа амалы қалмай өзі сыртқа шықты.
Гүлжан есікті тарс жауып, күйеуін енді көргісі де ескісі де келмеді. Жүрегі қағарылып тұрғанымен ол білген, енді кешірім болмайды. Сабырын жоғалтқан Болатты айналып өтіп, Гүлжан қайтадан рөлге отырды да кілтті бұрады. Гүлжан, жаным тоқтай тұршы деп еңіреп жіберді күйеуі, терезеге жақындай түсіп. Мен бәрін түзетемін. Кеш, деді ол тіпті қарамай. Және енді мені жаным деп айтуға батылданба. Жан адамын осылай сатпайды. Ол газды басып қалды. Көлік орнынан жүйткіп шығып, қараңғы тротуарда фонар астында жалғыз ер адамды қалдырды. Кері қайтар жолды Гүлжан дерлік есіне сақтай алмады. Көз жасынан көзі бұлдырап, рөлді ұстаған қолдары қалшылдап тұрды. Айтылған жерге көлікті аусымдағы жүргізушіге тапсыратын орынға жеткенде, ол әйелдің ісініп кеткен көзін бірден байқады да, тек жай ғана сұрады. Одан 10 минут өткен соң екеуі тәулік бойы істейтін дәмхананың жанында көлікте қатар отыр еді. Олар 10 минут өткен соң тәулік бойы істейтін дәмхананың жанында көлікте отырды. Гүлжан дірілдеген қолымен ыстық, тәтті шай құйылған стаканды ұстап тұрды. 1-2 жұтым ішкен соң жылу денесіне жайылып, жаны да сәл-пәл тыныштала бастады. Содан кейін Нұралы көлікті қайта жүргізіп, Гүлжанды үйіне жеткізді. Салондағы тыныштықта ол терезеден сыртқа қарап отырды. Қараңғыда сығалай көрінген ағаштар, анда-санда жанған шамдар жылжып артқа қалып жатты. Қалай ғана тағдыр бүгін осылай қиындап кетті, деп ойлады ол. Шаршағанын анық сезді. Алда ауыр күндер күтіп тұрғанын, ажырасу, мүлікті бөлу жақсы біледі. Бірақ Гүлжан үшін басқа жол жоқ еді. Бұл түн оған таусылмас азаптай көрінді. Үйіне келгенде ішін қу маза басқан күйде ол ақыры сезіміне ерік берді. Бетін алақанымен жауып, жарыла жылап жіберді. Қақалып шашалып қараңғылықтан жасқанбай. Ол білетін әлем бір сәтте құлап түскендей болды. Таңға жуық қиналыстан әбден шаршап қалғып кеткен. Ал алғашқы шапақ атқанда ол оянып, нық шешімге келді. Ажырасу. Күйеуінің заттарын чемоданға жинап, есік алдына шығарып қойды. Тағы кеше ғана ол оның оралуын жүрек дүрсілімен, махаббатпен күткен еді. Ал енді күтпейді. Ажырасу процесі оңай болмады. Бірақ Гүлжан оған алғашқы күннен бастап айқын ішкі шешіммен кірісті. Ешқандай жалыну, қайта ойлануға итермелеу, не болмаса Болаттың жасанды сахналық әрекеттері оған әсер ете алмады. Ажырасуды бастаған өзі. Ол үнсіз ғана арыз берді. Барлық қажетті құжаттардың көшірмесі мен флешкасын қоса тапсырды. Флешкада көлікте орнатылған бейнетіркегіштен алынған жазба бар еді. Гүлжан таксиде қосымша жұмыс істеп жүргенде ол құрылғыға мән бермейтін. Тіпті бұл жазба дәл осылайша қажет боларын елестетпеген. Бірақ дәл сол бейнетіркегіш күйеуінің опасыздығының бұл тартпас айғағын түсіріп алған болатын. Судья жазбаны мұқият қарап шықты. Салқын қандылық пен кәсіби түрде эмоциясын білдірген жоқ. Бірақ көзқарасынан бәрі шешіліп қойғаны анық сезілді. Неке ресми түрде бұзылды. Сот ұсынылған дәлелдерді, соның ішінде бейнежазбаны да ескеріп, пәтерді Гүлжанның еншісіне қалдыруға шешім шығарды. Отбасылық міндеттемелерді өрескел бұзу және бейне арқылы расталған моральдық зиян ескеріліп, шешім оның пайдасына қабылданды. Бұл сирек болса да әділеттілік еді. Соттан кейін Болат бірнеше күн бойы жағдайды қалпына келтіруге тырысты. Хабарласты, ұзақ хабарламалар жазды, кіреберісте гүл ұстап келді. Барлығын түзетуге уәде етті. Бірақ Гүлжан тіпті ашуланбады да. Ол ештеңе сезбеді. Тек тыныштық пен бостандық қана. Оның оқиғасы әділетті шешіммен аяқталды. Ол ауыр сынақтардан өтті, ақыры күшейе түсті. Шынайылық пен мейірімді жүрек тағдырдан міндетті түрде өз сыйын алады. Бұған Гүлжан көз жеткізді. Оны жаңа тарау күтіп тұрды. Тыныш, адал, бақытты өмір.
Ал егер көкжиектен осы жаңа тарауды бөліскісі келетін жан жолықса, оған дайын болмақ. Ең бастысы ол өзін және өзінің бақытын қайта тапты. Әңгіме ұнаса, арнаға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаймыз. Рахмет.